Круассанды жақсы көретін, бірақ та жасауға қиналатын қыздар үй жағдайында міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Рецепті жоғалтып алмас үшін сақтап алыңыз. Жылы сүтке жылы су, тұз, шекер және жұмыртқа ашытқы салып жақсылап араластырып, електен өткен ұнды саламыз, қамыр илейміз. Сұйық май құйып, тағы да бір илеп, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамыр 30-40 минутта көтеріледі, және де көтеріліп тұрған қамырды теңдей 10 бөлікке бөліп аламыз. Және осылай күлшелеп алғаннан кейін барлығын жайып, арасына бөлме температурасында еріп тұрған сары майды бір келке етіп жағып шығамыз. Барлығына осылай майды жағып шыққаннан кейін ең бетіндегі қамырдың бетіне май жақпайсыздар. Осылай видеодағыдай қолымызбен кішкене басып, ары қарай оқтаумен жайып шығамыз. Одан кейін тура видеодағыдай 16 бөлікке бөлеміз. Қамырды осылай круассанның формасына келтіріп, орап шығамыз, және де бетін пакетпен жарты сағатқа жауып көтерілгенше қоямыз. Көтерілгеннен кейін 70-180 градуста 25-30 минутта қызарғанша пісіріп аласыздар. Круассандар пісіп дайын болғанша құрамында 7 түрлі шипасы бар, жұмсақ, қою, шай сияқты рахаттанып ішуге болатын Гулия Султан кофесін дайындап алдым. Гулия Султан кофесін менің нағашым өз брендімен шығарған, Түркияда дайындалады, және құрамында кофеин мөлшері өте аз. Кофе туралы толық ақпаратты төменге жазып қалдырамын, және де менің пайдалы парақшама тіркеліп, жұп-жұмсақ, өте дәмді болатын круассанды жасап көріңіздер.